Сәлем достар, бүгін біз Code Force раунд 925 div 3-тің контестін талқылаймыз. Алдыңғы үш есепті, бірінші есепті ашайық. Видеоны стоп қойып өздеріңіз оқып алсаңыздар болады, мен түсіндіре берейін. Бірінші бізге әріптер арқылы бір санды өрнектеу керек. Бізде 26 әріп бар, ағылшын алфавитінде. Бірден бастап 26. Z, A1, B2, C2, C3 деп кете берген Z 26 солай әріппен өрнектейміз. Енді мысалы бізге 24 деген сан берілсін. Ол кэт деп өрнектесе болады. Неге? С бізде 3-ке тең, А тең 1-ге, Т тең 3-ке орындар, алфавит бойынша қосқан 20 шығады. Немесе АВ деп өрнексек болса, АВ 1, А, В 22-ші, қайтадан А, үшеуін қос 24. Енді мына жақта мысалы 24-ке не шығарған? АВ шығарған. Неге? Және варианттар көп қой. Мысалы кэт шығады дедік, ал бізде 3 қосу 1 қосу 20, 24. Немесе АВ. Бұл қалай? 1 қосу 22 қосу 1 тең 24. Енді АВ бізде 1 қосу 1 қосу В, В деппін ғой, 22, 24. Үш вариант бар. Варианттар негізі көп ана жақта, бірақ бізге бұны біз алфавит бойынша сорттайтын болсақ, бір списокқа қойып, қайсы бірінші тұрады? Кэт па, АВ ма, ААВ ма? ААВ неге? Өйткені қараңыздар, егер екеуін салыстыратын болсақ, кім бірінші тұрады деп? А дейміз, А, В, жада кэт жазайық. Бірінші әріптерін салсам, бірінші әріп қайсы бірінші тұрады алфавит бойынша? Мынау тұрады, значит, мынау бірінші тұрады. Екінші ААВ және АВ. Салыстырамыз. Бірінші әріп екеуінде тең, екінші әріпте қайсы бірінші тұрады? В ма, А ма? А тұрады, значит, мынау бірінші тұрады. Сонда бізде үшеуінің ішінде ең бірінші тұратын ААВ. Басқа немен салыстырсақ, ең бірінші тұратын әріп осы болды. Түсінікті ғой, неге осы ответ шыққаны? Сорттаған кезде алфавит бойынша қайсы бірінші тұрады, соны шығару керек бізге. Енді бізде мынау n деген сан 3 пен 78-дің арасында болады екен. Оны қалай жазамыз? Қараңыздар. n бізде әріп 24. Мысалы n бізде 3 пен 78-дің арасында. Неге? Біз 3 әріппен ғана өрнектей аламыз ғой. Ең минимальный 3 әріппен қандай болады? n 1 қосу 1 қосу 1. Ол қандай болады? А плюс А, осындай болады. Енді басқа қандай вариант бар? 78 болғанда қандай вариант болады? n тең 78 болғанда 26 плюс 26 плюс 26. Бұл бізде z плюс z болады. Сорттаңыз. Енді қарайық. Бізге бір n деген сан түссін. Оны қалай қарастырсақ болады? Бізде ол санның ішіне қай уақытта біз z-ті қолданамыз, сіздерің ойлаңызша? Бір z-ті, екі z-ті. Қараңдар, бізде n А болса біз 3 дедік, ал егер А z болса қанша болады? 1 және 26, қанша бізде? 28. Бізде өрнек бойынша 2А кездесу үшін болмағанда бізде қанша әріп болу керек? Минимум дегенде 3 әріп болу керек, ол жарайды. Максимум дегенде 28 әріп болу керек. 28 деген сан болу керек әріп деп ғой. Неге? Өйткені қараңыздар, егер 28-ден көп болып кетсе, 28-ге тең болса, егер мына вариант шығады, сортталған ААЗ. Одан басқа вариант болмайды ғой. 28 басқа шығатын болсақ, сортталған кезде мына бірінші болады. А егер 28-ден кіші болса ше, 27 болса ше, ол кезде бізде қалады АА Y болады. Мынадан алдыға қарай тұрады. Осы вариант болады. Бізде алдыңғы екі сан әрқашан А болады. Егер 28-ден кіші болса, кіші немесе тең болса, алдыңғы екі әріп А болады. Үшінші әріп ол 2 1 ғой. 1-ді 28-ден алып тастаймыз қанша? 26. Үшінші әріп болса 26-шы әріпті қоя саламыз. Мысалы айтайық,
бір санайын. 25 болсын ше. 25 қалай істейміз? Алдың екі әріп а болсын. Өйткені а сияды, а. Алар бізде бір иә. Бір-бірді алып тастайтын болсақ, ол қандай болады? 23 болады иә. 23 бізде алфавит бойынша қандай әріп? W иә. Значит, біз оның ответі қандай болады? А, W болады. Значит, бізде қандай формула шықты? Егер әріпінің 28-ден аспайтын болса, санымыз, онда болса алдыңғы екі әріпті а қоямыз, және үшіншісіне n-2 дей саламыз. Осы әріптің оны шығару керек. Егер ас кеткен жағдай болса 28-ден ас кеткен жағдайда ол 29 болсын иә. Ол бізде қандай болады? Сосын мысалы біз а z дейік десек, не мынау бір 26, мынаған бірді қоссақ, бір артық тұр иә, бір артық тұр. Енді бірді қайда қосамыз? Мынаға z-қа қоссақ 27 кетеді. 27 деген әріп бар ма? 27-ші тұрған, бізде ондай әріп жоқ иә. Бірді қайда қосамыз? Мында қоссақ болады иә. Онда қандай болады? А, Б, З болады екен иә. Иә, А, Б, З. Дұрыс па бұл? А, Б, З деймізде 27 болса. Иә, негізі А, Б, З осылай болады. Енді біреу қосып, біреуден қосамыз, мынаған қосамыз. Мынаған қоссаңыз болады, бірақ Б, А, З бірінші тұра ма? Или А, Б, З бірінші тұра ма? Мынау бірінші тұрады ғой. Сонда 29-дан асса бізде қандай болады логика? А 29-дан асса біз А-ны жазамыз, сосын Z-ті жазамыз, и ортасынан екеуінің әрпін алсам 26 және 1 жерге n-27 иә. Алфавиттің ішінен мына осы әріпті тауып аламыз 29-дан асса. Енді бұл қандай жағдайға дейін барады? Мынау А, сосын Z деген жағдайға дейін барады, оны А біткенше. Ол қандай? А, Z, сосын екеуі қанша болады? 26, мынау бір үшеуін қоссақ 52, 53. 53-тен аспаса, осы вариант шығады екен. Аспаса, А, Z. Егер асқан жағдайда қандай болады бізде? Асқан жағдайда, значит, бізде 54 болсын, иә? 54-ті қалай жазамыз біз? 2Z қолданамыз әрқашан. Өйткені біз по максимум не керек, күшейтуіміз керек. 2,26 қанша? 52, 2 түседі. 2 ол Б, Б, Z болады. Значит, соңғы екі әрібі Z болып отырады. Біз мына жерде айтпадық қали. Значит, бізде мынау 53-тен аспау керек. Үлкен немесе тең болу керек n. Сол кезде бізде мына алгоритм орындалады, мына алгоритм. А, екі жағына А мен Z, сосын n-27. Егер 53-тен ас кеткен жағдайда 54-те, 54-тен арғай бізде қанша? 78-ге дейінгі варианттарға алады ғой. Бұл варианттарда бізде былай болады. 2Z әрқашан болады, чтобы бұны кішірейту үшін. 2Z болады, 26, және үшіншісі n-52 болады. Мысалы бізге 54 түссе, екеуін алып тастаймыз. 2 түседі, BVZ орындады. Мысалы 78 түсін, 78 түседі. Z, и 78-ден 52-ні алып тастаған кезде 26 26 бізде қандай? Z. Значит, бізде 54 пен 78-дің арасында мына формула орындалады. n алынған 52 и Z 26. Бізде қандай логика пайда болды? Мен сізге бір рет жазып көрейін. If я мысалы n емес 28 болды бағана бізде. 28 үлкен немесе тең болса n-нан, оны жасап, мысалы қандай болады? А, сосын n-2. 28-ден аспаса, ас кеткен жағдайда мынау Z-тан үлкен сан болып кетеді, үшінші сан. Сондықтан біз elif болса 53 дедік, бағана 53 үлкен немесе тең болса n-ға, ондай жағдайда бізде бір жағында Z, бір жағында А болады, а ортасында n-27 болады. Чтобы мынау ас кетпес үшін 2Z қайталанбас үшін, 2Z қайталанып кетуі мүмкін жерде А тұру үшін. Енді else деген қандай жағдай? 54 пен 78-дің арасы негізі. Оны жазбай ақ қойсақ болады, else деген қалған жағдайларды қарастырады, осы екеуін.
оған не жазамыз? 2z-ті қолданамыз әрқашан кішірейту үшін. Егер 2z болмаса 78 толтыра алмай қалады. Мысалы айтайық, 1z қолдансақ қанша? 54 болсын, иә? 54-тен 26-ны алсақшы қанша? 4, 8, 1. Мына жерде қанша? 4, 2, 28. 28. Мен көріп тұрсыздар ма? Мынада 2 әріппен жазу керек бізге. 54-ке кішірейтіп жазуға болады ғой негізі. Или жоқ па? 54-ке қандай вариант келді бізге? Біздің логикамыз бойынша z сосын b келеді, мынау самый сортталған вариант. Немесе 28-ді біз 2 әріппен жазсақ болады, иә? Қандай әріптермен? Мысалы b-ны алсақ z, b-ны алсақ z шығады екен ғой. Егер s-ны алсақ y түсіп қала ма? syz. Бізде қайсы бірінші тұрады? Мынау ма, мынау ма? Әрқашан мынау тұрады ғой, b. Және бірінші әріпін сорттау. Мынау бізде 1, 25, 26. Мыналардың қосындысы бізде 54 шығады. Мыналардың қосындысы бізде 54 шығады. Бірақ сорттаған кезде бізде бірінші b тұрған мынадан гөрі тезірек болады. Мынау мынадан гөрі бірінші тұрғанмен алдыңғысын бірінші қарайды ғой. Сонда бізде қандай форма шығады? zz мына жерде n-52. Логикасын түсіндіңіздер ма? Егер біз басқа варианттарды алатын болсақ, бірінші санмен салыстырғанда кемей қалады. Мысалы, басқа вариант алып көрейін, syz-ті. С-мен b-ны салыстырған кезде b үлкен болып кетеді. Артық екеуін емес, бірінші біз мынаны кішірейтуіміз керек по максимум. Мынаны кішкентай қыламыз, одан кейін мыналарды уайымдаймыз. Бірінші мынау кішкентай керек. Кішкентай болу керек. Біз осыдан 3 формула шықты. Енді біз бұны питонда жазып көрейік. Мен қазір питонда ASCII кодты қолданамын. Бірінші есепте қараңыздар, мына жерде берілген кодты 5-ті жазады, 5-тен кейін 5 сан қабылдау керек, иә? 5-ті мен жай қарапайым жазайын. a тең input сосын for range a деймін. b тең b емес n болсын, бізде n деген сан болады ғой. Енді бізде қандай форма болды? n 28 үлкен немесе тең болса n-нан біз print дейміз. Не істейміз? 2a шығарамыз деп айтты, иә? 2a плюс мынау ASCII кодты шақырамыз. Қалай шақырамыз? Бізде әріптері 97 мен 22-нің арасында орналасады. Сондықтан мен 97 деген бірінші әріп, ол a. 122 деген ол z. Шақырған кезде қалай шақырамыз? Неге жазайық? Мына n-нан 96 дейік. 96 нөлден басталады өйткені. Қазір нөлден енді қалай айтамын? 96 қосу n минус біз нешені алып тастаймыз? 2-ні алып тастаймыз ғой. 2 емес. Я 2-ні алып тастаймыз. Осылай қосамыз. Енді қараңыздар, мынау 1 ғой. 1-ден 2-ні алып тастаймыз, сосын мынау 0-ден басталады да, мысалы. 0-ден 97-ні жазсақ, біз бір әріп алдыға кетіп қалды. Сондықтан 96-тан алып 0-ден бастап алу үшін. Енді жақшаны жағайық. Бізде 53-тен аспау керек, иә? 53-тен аспаса, біз қалай істейміз енді? 2z жазамыз, алдына a жазамыз. Қосу. Жазбай тұрады енді. Қосу дейтін, мына жаққа z жазамыз, иә? Мына жаққа 96 қайдадан? Қосу n минус 27. Неге 27? Өйткені z 26, мынау a бірінші ғой. Сол орындарын алдық. Енді else қалған бүкіл жағдай, иә? Бұл кезде әрқашан 2z жазуымыз керек, чтобы кішірейту үшін. Алдыңғы әріп кішкентай үшін. Бірінші әріпті біз білмей тұрайық әзірге. Қосу z. Жерге 2z бізде қандай болушы еді? 96 қайтадан жазайын. Қосу n минус 52.
Енді жақша ана жақтан жайық. Все, енді тесттарды алып келейік. Ой. Тесттер дұрыс шығып тұр ма? Дұрыс шығып тұр, иә. Біз мына жерде по максимум күшейтуіміз алдыңғы әріпті кішкентай қылса, қалған әріптерге қарастырмай қоюға болады. Мысалы, алдың екеуі А болатын болса, сорттаған кезде мына үшінші сан бәрібір. Ал бірінші тұрады. Біріншісі А болса, соңғысы Z болсын бәрібір. Біріншісі А болса, ол бірінші тұрады. Егер қараңыздар, А емес мына жерде С тұрсын, мынау кішкентай А болсын, мынау Z болатын болса, бәрібір болады. Бірінші әріпке қарайды. Мына жақта да сөйтіп біз бірінші әріпке уклон жасадық та, бірінші әріпті по максимум кішкентай қылуға тырыстық та, а соңғыларына сосын бірақ көңіл бөлдік. Енді есептеп жіберейік. Есеп өтті. Қайтадан есепке қайтып келейік. Екінші есепті қарайық. Есепті өзіңіз оқыған мен түсіндіре салайын бірден. Бізге бір мындай шелек бір не бар. Шелек бақ айтсам болады. Су құятын ыдыстар бар, значит. 5 ыдыс бар. Енді соларды біз бірдей қылуымыз керек. Бірақ бізде логика мынандай. Біз суды тек мына алдыңғысынан кейінгіге құя аламыз. Мысалы 3-тен 2-ге құя алмаймыз. 3-тен 1-ге құя алмаймыз. Мына вот 2-ден 1-ге или 2-ге құя аламыз. Түсіндіңіздер ғой, ол қалай? Бізде мына жақта не тұрсын. Шелектер тұрсын, иә? Ыдыстар, су құятын. Осылай кете береді. Соны n шелек 1, 2, 3, 4, 5. Мысалы, мына ыдыстан біз мынаған су құя аламыз. Немесе мынаған құя аламыз. Осылай кете береді. Бірақ біз мысалы 4-тен 3-ге или 2-ге 1-ге құя алмаймыз. Тек қана былай қарай. Түсініңіздер, оңға қарай жылжи аламыз. Мынадан су алып былай құя алмаймыз, мысалы. Құя алмаймыз. Енді бізге айтады. Суларды бірдей қылуға бола ма дейді. Егер сол жағы біз тек қана солай істей алатын болсақ, солдан оңға ғана құя алатын болсақ. Егер я болса я, no болса no, мүмкін емес деп шығаруымыз керек. Қарайық, мына тесттарды алып көрейікші. Мысалы, мына тестті yes, no екен тексерейік. Қазір кешіріңіздер. Осындай сания, бұл бізде қарайық, мына 4-ке түспей тұра тұрайық. Мына 5-тен кішірейтеміз. Бестен қанша құямыз? Мынаған 1 құйсақ болады, мына 3 болады, мына 4 болады. Мынаған 1 құямыз, қанша болады? Мына 3 болады, мына 3 болады, мына 4 болады, 4, 3, ана 2 болады, кешеңіз. 2, 3, енді мына 4-тен 2-ге құя аламыз, осында қандай? 3. Барлығын теңестіре алдық, ешқандай ережені бұзбадық қой. Не істедік біз? Мына 5-тен 2-іне құйдық 1 литрдан. 4-тен 2-ге құйдық. 2 көкет, осында барлық 3 көкет. Значит, мына ес. Енді қандай бар? 1, 2, 3 мынау no болады. Неге? Өйткені біз мына 3-тен былай қарай құя алмаймыз ғой. Егер құятын болсақ, ес болушы еді. Ес емес. Ес болушы еді. Мына 3-тен 1-ге 1 құямыз, сонда 2, 2, 2 болушы еді. Бірақ ол болмайды. Мысалы, мынау 6, 5, 1, 3, 4, не істейміз? Мынадан маған 2 құямыз, 2 құйсақ, мына 3 болады. Или давайте сөйтейік, мынадан мен 2 құяйын маған. 1 құяйын. Дұрыс. 1 құйсам, мына 4 болады. 4. Мынадан маған 1 құяйын, 2 болады.
мына екеуі бір бірден береді, сонда 4 болады. Өздері 4 болады да, мына 4 болады, сонда дұрыс болады. Енді бұны қалай тексереміз деген сұрақ, иә? Математикада арифметикалық ортасы деген бет сондай бар еді ғой, иә? Мына сандар барлығын қосамыз, қанша болады? Мысалы 4 қосу 5 қосу 2 қосу 1 9, 9-ға 2 қосамыз 11, 11-ге 1-ді қосамыз 12, 15 болады, иә? Барлық. Енді 15 неше сан бар? 5-ке бөлеміз 3. Значит, біз әрбір санды 3-ке айландыруымыз керек, иә? И біз салыстырамыз. Егер біздің алдыңғы келіскен сан 3-тен үлкен болса, соны кішірейтіп отырамыз. Ал үлкен болып кетіп, кіші болып кетіп жатса, үлкейтіп атамыз. Түсінікті, иә? Мысалы, мынаны қарастыршы. Жай бағана бірінші мына мысалымыз. 4, 5, 2, 1, 3. Бізде бір әдіс болсын, иә? Әдісқа біз айтамыз. Егер біздің суымыз, иә, 3-тен үлкен болса, артығы мына ыдысқа құйдық. Мынадан неше қоямыз? 1 литр қоямыз, иә? Ыдыста 1 литр бар. Азайып қалды, 3 болып қалды, иә, біріншісі. Екіншісіне барады, 5-ке барады. 5 1-де неше? 3-тен үлкен, иә? Азайтамыз, 3 болып қалды. Мынаған құйғанымыз, мында 3 литр болады, иә? 3. Мынау 4-ті 3-ке айландырдық. Мына 3 ол 5-ке айланғаны. Енді 2 кесті. 2 ол кішкентай, иә, 3-тен. Значит, мынадан 1 алып құямыз. Мына шелегіміз бізде 2 болып қалды да, мынау 2-міз 3-ке айланады, иә? Енді 1 кеседі. 1 ол бізде тоже кішкентай, иә, 3-тен. Значит, 2 литрді 1 литрге қоямыз. Қанша болады? 3 литр болады. Біздің шелегіміз пустой. Келесін салсам, келесі 3, иә? 3-ке тең, ештеңе істемейміз. Значит, не бұл? Ес болады, иә? А егер қандай жағдайда no болады? Біз айтамыз, no деген жағдай мынандай болады. Егер біздің шелегіміз, айтайық, біздің санымыз, қалай айтсақ болады? Қандай жағдайда не оқылады? Болмай қалады. Егер біздің шелегіміз үлкен болса, иә, және жоқ, қалай істеуге болады? Бас кодын береді, мына жақта есеп белгіні қалай? 1, иә. Мына жерге n дейін, өше сайын, и массив, иә. Лист, мап, енді бір көйті бірінші мен істеймін, бірінші бір форкпен жүгірем. Мынаның ішіне арифметикалық ортасын табуға тырысам. Мына массивтің ішіне b деген массив. Осының жаққа бір s деген бір s те қойшы. Ол s болып тұрсын әрқашан. Енді s қосу b-дің ішіне бүкіл сандарды қосамыз. Осымен r тең болсын s бөлінген a, иә? Не үшін a-ға бөлем? Өйткені мен b-ның ішінен бүкіл элементтерді қосуымда a-ға бөлгенде a-ға емес n-ға келмей жатыр. Кешірім сұраймын. n-ға бөлген кезде несін табамыз? Арифметикалық ортасын табамыз. Енді келесі форкпен жүгіреміз. Қайтадан мына жаққа мен c деген сақтаған ыдысы, бұл артық суларды құйып отырады өзіне. If деймін да. b үлкен болса неден? Біздің r-дан болса t қосу b минус t ма? Жоқ, r ғой. Минус r. Енді қанат l тағы қандай жағдай бар? Егер r үлкен болса, біздің b-дан не істейміз ондай болса? Және дейік. Біздің t деген артық суымыз бар ыдысқа, сол үлкен болса, немесе тең болса, қанша жетпейді ана жерде? r минус b, иә? r минус b. Біз не істейміз? t-ны азайтамыз. t минус r минус b. Осы азаяды.
енді қандай жағдай егер басқа любой жағдайда, значит су жетпей қалды бізде. мына бай бізде кішкентай тұр r-дан, біз мына т-дан алып осыған су құямыз. Егер мына бай үлкен болып тұр және мына тайымыз не болып кетсе, қайтсам болады, мынау су жетпей қалса, онда болса бізге не болады, no болады, жағдай no болады. И брейк деп шығып кетеміз. Print неге мынаны түсіндіріп кетейін қайталап, қалай? Мысалы мына жерде no деген варианттар бар ғой, мынау 1 3 шелек алады да, мына екеуін қосады. Басында біз қосып аламыз, 4 болады, 4-ті 2-ге бөлеміз, 2 арифметика ортасы бізде бірінші қараймыз. Егер біздің тымыз кіші болса және мынау бізде мынау s бізде қанша болды? r бізде ол 2, 2-дан үлкен болса біздің санымыздан, және t деген бізде келмей қалса, қайтсақ, t бізде не болу керек? r минус 1. r деген бізде арифметика ортасы, осыны аламыз, 2-ден 1-ді аламыз, 1. t бізде үлкен немесе тең болу керек мына 1-ге, мынаған көмектесу үшін. Бізде t-мыз қандай? 0. Артық су жоқ, мынаған құяқ десек. Мынадан алмаймыз. Біз мынаның алдында тұрған ыдыстардан аламыз, бірақ ол жерде ыдыс жоқ. Значит, мынау 0 болады. Тағы қандай вариант бар? Мынау да 0 болады. Өйткені бізде мынау бізде арифметика ортасы қандай? Бізде 2 ғой, мынада. 2-мен салыстырамыз. 2-ден кіші ғой, мынаған көмектесек десек, бізде бағана артық суымыз пустой 0 болыпты, басында. Көмектесе алмаймыз, 0 дейміз. Егер көмектесе алатын жағдай болатын болса, көмектесеміз. Бірақ бізде т басында 0 болып тұр, басында, мына 1-ге келген кезде. Мына код солай жұмыс істейді ғой. Мынау егер артық болып кетіп жатса, суды өз т-ға сақтап отырады. Егер т-дағы су мынаған жетпей қалса толтыруға, онда болса 0 болып кетеді. Брейк дейміз, өйткені фордан шығып кетуге бізге керек емес. Енді тексеріп көрейік. Контр. Барлығы 0 болып кетті өшті. Неге? Тең деген жазып алсам ба? Өйткені мынау тең болмаған жағдай мынада да жоқ. Ол else-ға кетіп қалады екен, else-ға кетсе, ол бәйде тең деген ол қандай не ғой? Бізде арифметика ортасы тең болып тұр ғой шелекке. Суға, мысалы, қайтсам, мына вариант қой. Мысалы, мынада бізде қайсет, 4-тер бар емес, мына ғой. Біз арифметика ортасы қайт, 4. 4 пен r тең болған кезде біз қате деп жібереміз. Ол негізі қате емес қой, дұрыс қой. Су керек емес, артық су құйып, мынаған керек емес. Керек емес болса, мынаған кірмеу керек. Мына жерге кіреді да, артық су бізде 0 дейміз. 0 литрден т-ға қосамыз, ештеңе өзгермейді. Енді мынаны алайық та жіберіп көрейік. Өтті. Енді есепке қайтып келейік. Үшін есепті көрейік. Үшінде кішкене видеоны ұстап қойып өздеріңіз оқып шықсаңыздар болады. Мен түсіндіре берейін бірден. Бізге былай қараңыздар. Бір массив беріледі. Массивтің ішінен 2 индексті аламыз. 2 индекс бізде бір-бірінен үлкен же кіші тең болуы мүмкін. Мынау j-дан үлкен болуы керек. Мынау кіші болу керек, немесе тең болу керек. Сол 2 нүктені аламыз да, 2 нүктенің арасында сандардың барлығын бір санға айландырамыз. Любой санға, мысалы қарайық. Любой x деген санға. Мысалы, мына жерде не істеген? Мына 2 мен 5-ге дейін сандар мүмкін 8-ге айландырып жіберген. Көрдіңіздер ме? Екеуінің арасында. Ол айландырғанда неше очко или операция кетеді. J-дан айды алып бірді қосқандағы неге кетеді. Бағасы сондай болады, төлейді. Мысалы қарайық, бізге есептен бүкіл бір санға айландыру керек. Мысалы, мынада қарайықшы, қандай вариант бар?
мына сандардың бүкіл бірге айландырып жіберсек болады ғой, иә. Ол үшін неше? Мынау төртінші тұр, иә. Бесінші тұр, мынау екінші тұр. Бестен екіні алсақ, үш. Үш деген не кетеді екен? Төрт. Дұрыс, мынау алтыншы тұр, мынау екінші тұр ғой. Алттан екіні алсақ өзі төрт. Мына төрт санды айландыру үшін төрт кетеді бізге. Мына жерде қандай керек? Барлығы бірдей, нөл. Мына жерде бізде мына екі сан ғой. Екі санға қанша керек? Екі керек, иә. Екі деген неге? Екі ма, точно? Үшіншіге бізге екі де қойған. Қалай? Біз бірді қостық мына жерде. Дұрыс. Бірден алады да. Біз мына бестен екіні алып, бірді қосамыз. Мына жақта сондай. Бестен төртті аламыз да бірді қосамыз. Жоқ. Мына жақта жазып көрейін қазір. Біз айтсақ, мысалы, 2, 2, 1, 3, 2, 2 қостық. Мына бірінші тұр, мына екінші, мына үшінші, мына төртінші, бесінші, алтыншы. Мына екеуінің арасын салыстырамын, 4 алынған 3, қосу 1. Мына екеуі қанша? 1, бірге бірді қосамыз 2. Мынаған 2 кететін ұпай или очко или баға. Солай санап шыққан ғой жақта. Тағы қандай варианттар мысалы? Мына жерде мысалы бір кетеді, неге? Өйткені бірді или екінің біреуін ауыстырамыз. Екеу айды мен жейді бірде санға аламыз ғой, бірде индекс. Бір-бірінен аламыз 0, оған бірді қосамыз 1. Мына жерде. Мысалы мына жерде не істеген? Предпоследний. Төртеуін не істеген? Төрт ұшсам 3, 4. Солай ма? 4 болады. Ал мынау 1, 5 болмай ма? 6 болады екен. Соңғысы, значит, бір жерде мен қате жіберіппін. Былай істесе болады ғой. Неге олай істемеген? 4-тен 3 алады, оған 1-ді қосады. 4-тен 3 алады, 1-ді қосады. Білмедім. Ары қарай кете береміз. Бізде какой-то бір не берсін, иә? Массив берсін. Массивте элементтер бар, иә? Мысалы A1, A2, кете береді AN. Бізде қалай істеген дұрыс? Санап алғанымыз дұрыс, иә? Бірдей сан. Бірдейлерді санап аламыз. Сосын бірдей еместерді айландырып жібереміз ортасындағы, иә? Солай ыңғайлырақ қой. Ең жақсы. Маған мынандай логика келіп тұр. Біз бірінші A1-ді аламыз да, A1-ге тең элементті санап шығамыз. Сосын AN деген соңғы элемент қой. Содан бастап былай санап шығамыз. Қарай. Бірдей элементтерді табамыз. Сосын мына жақта болмайған элементтерді бірге айландырамыз. Мына жақта сондай болмайған элементтерді бірге айландырамыз. Егер A1 мен AN деген соңғы элементтер тең болатын болса, қандай вариант болады? Онда өсі, мына A1-ден бастап, мына жерде K-ға дейінгі элементтер бүкіл бірдей ғой. Және мына жақта, мысалы, AN, мына жерде бір қойта K қосылған Z деген элемент бар. Мыналар тең. Значит, арасында мына элементтер қандай? K қосылған Z алынған K, индекстерін алып тастаймыз. Сондай элементтер. Сонда қанша? Z плюс 1 ма? Значит, Z плюс 1 не кетеді екен. Сонда 3 вариант бар. Біреу мыналар, ендіреу мыналар, ендіреу екеуінің ортасындағы. Ол үшін біз санап шығуымыз керек, иә? Енді форикпен шығарады екенбіз оны. Екі форик бар. Қас көрейік. Есептің берілгені. Мынау өзгертпейді. Осы кодтың басын алып тастасақ болады, басын артын. Енді бағанағы логиканы жазып көрейік. Бізде бірінші алдын санаймыз, иә? Алдындағыларды. N if B0 тең болса B-ға S1 көйіп отырады, else break. S2 тең бар, тура осындай. N
минус 1 минус 2 өтір минус 1 өтір. Тең болса b-ға s2 else break. Енді біз ішіне максимумды алуымыз керек, чтобы не үшін max s1 s2 көбірек кескен элемент не алу керек, сақтау тұру керек қой. Егер екеуі тең болса b0 онда болса біз таны минимум сақтауымыз керек. n-ті есептің тестін алайық. Жеті, примерно дұрыс. Енді жіберіп көрейік. Дұрыс. Біз не істедік мына жақта? Бірінші элементтегі b0 мен мысалы мына жерде соңғысын қарайықшы, 9, мысалы 9-шы элементпен бірдей алдыңғы неге санап шығамыз жеті. Мына жерде бізде 9 екеу ғана ғой тең. Все, и break болып шығып кетеді, екеу болады. S1 сонда бізге 2-ге тең болады. Ал мына break болса, артынан бастасын айтты, 3 пен тең сандарды санап шығады. Ол бізде біреу ғана, бір мен екі мынау максимум сақтайды. Екеу егер біріне тең емес болса, біз не мынаны алып тастаймыз, қалғандарын айландыра саламыз ғой. Мына арты қанша? 3, 6, 7 элементті айландыра саламыз, енді 7 элементті айландырамыз ғой неске 9-ға. А егер екеуі тең болып қалса, мысалы мына жер айтайық, 9 болса, 9 болсын дейміз, үшеуін қосамыз. Неше? 3 элемент, 3 элементті қосамыз, сосын общий неден салыстырамыз, минимумды аламыз. Общий ұзындықтан. Сонда бізде 3 болады, 3-ті алып тастаймыз. Сонда қанша болады ортасында? 6 элемент болады. Егер тең болған жағдайда, ол тең болған жағдайда бізде бар ма? Мына жақта бар ғой. Мысалы 8. 8 өстеді. 3, 6. Общий n ұзындықтан салыстырады. Қайсы кішкентай? 6 кішкентай. Сосын 6-ны алып тастағанда 2 элементті айландыру керек болады. Осылай жұмыс істеп тұрады.